Келіп отырған Мұхтарбек ағамызды қошемет құрметпен ортаға шақырайық. Қайдыман. Және Есім ағаның қазақ фильмде де алтын дауысы қалғанын жақсы білесіздер. Қазақ фильмнің атынан Нұрлыбай Ешімғалиев мырза келу керек еді. Қазақ фильмнен бар ма? Жоқ дейді. Жеке шыққан қандай жас? Уақыт не ограничен ба? Жоқ, ограничен. Асықпай тез-тез сөйлеуге болады. Құрметті ағайындар, шынында да бағана дара жол деген өткенде біз енді кеше жолда болдық та көре алмадық. Жаңа көп кісілер айтып жатыр, көрдік, жақсы осындай бір құттықтау айттыңыздар дейді. Енді біз Есім ағаға осындай өзіміздің мың алғысымызды, шын алғысымызды айтуға шаршамаймыз. Себебі осыдан 30 жыл бұрын, 31 жыл бұрын бітіріп қайтқанбыз. Музыкомедияның екінші выпускіміз боламыз. Мына Каукен ағамыз ашып кезінде музыкалық кафедрасын ашқанда бір курс бітіргеннен кейін бізге осы Есі ағам келді. Есі ағам біздің курс жетекшісі болды. Сол Есі ағам келгеннен кейін біздің де әрқайсымыздың талантымыз жарыққа шығып, осы кісі әрқайсымыздың мінез құлқымыз былай тұрсын, әрқайсымыздың мүмкіншілігін танып, біліп, сондай жаңа айтып отыр ғой, енді аудармашы, үлкен аудармашы ретінде біздің жаңа Айзенштайнымызда, Эдвинімізді, Розалинда мен Сильвада бәрі қазақша сөйлеп, қазақша ән шырқады. Осы Каукен аға мен Есім ағайдың арқасында. Каукен ағамыздың 70 жылдығы Абай атындағы опера театрының сахнасында болды. Сонда біз курстың как раз аяқ кезі ғой, біз бітіретін жыл. Сонда шығып, симфонический оркестрі бар, дирижері бар, сол опера театрдың. Біз шығып, жас студенттеріміз сол сахнадан өнерімізді көрсетіп, осы Сильваны көрсеткенбіз. Ол енді естен кетпес шақ, естен кетпесін сәт, осы Есім аға мен Каукен ағаның арқасы бәрі. Құрметті Есім аға, біздің театр осы күндері 18-нен бастап, ертеңнен бастап өзіміздің рухани астанамыз Түркістаннан мына көрнекті қоғам қайраткері, өзіміздің бірінші кәсіби режиссеріміз Жұматжанның 125 жылдығы, соған арнайы биыл Шымкентте осы фестиваль өткелі жатыр. Соған біздің театр шақырып алып, сол жол жүріп өткен. Мен де соған барам деп отырғанда болмай, міне Аман ағам отыр, Аман аға маған қатын жіберіп, телефон шалып, әй Мұхтар, қайтсең де кел енді. Сенің ұстазың ғой, 80-ге күнде келе бермейді. Бәрін тастадым да осында келдім, коллективім Түркістанда, Шымкентте, жаңа сөйлеп отыр бәрі. Сәлем айт Есім аға. Тілек. Сол Есім аға, тілегіміз осы. Сіз енді мінекей бақыт жеңге екеулеріңіз мінекей үлкен бәйтерек болып, балаларыңызды өсіріп, немерелеріңізді өсіріп жатсыздар. Соның орнында, сол орталысында қызығына тоймай жүре беріңіздер. Сыртта біз аман болайық, осы жақта сіз аман болыңыз, жаңа 100 деп отыр. Құдай берген жасайсыз. Өзіңіз әлі сол жас жігіт деп отыр. Шында да біз айтамыз, біздің Есі ағамыз бір қалыпты, бір бой. Сол баяғана 46-шы размер костюм, соны әлгі дейін киіп жүрсіз, молодец. Бізге кішкене енді сізге қарап бой түзеу керек. Рахметімізді айтамыз, рахметіміз өте көп. Беретініміз қалтамызда, жаңа ойлап едік беруге болмайды деп, болады екен беруге. Сол себептен мынау өзіңіздің театрдағы 5-6 шәкірттеріңізден бөлек, ол ішкеменде бар, мынау театрдың атынан кішкентайғана сыйлығымыз. Шапан қыласыз ба, машина аласыз ба, оны өзіңіз білесіз. Көп жасаңыз аға.